Гүлназ Қасымбек каналына қош келдіңіздер. Осы апта сіздердің назарларыңызға қолжетімді ингредиенттерден тұратын тез дайындалатын кремнің рецептін ұсынамын. Ең алдымен бізге табаны қалың ыдыс қажет. Менің кастрюльдің табаны қалың. Ыдысқа қант саламыз, кукурузды крахмал және какао саламыз, және бір дана жұмыртқа салып, үстіне сүттің жартысын құямыз. Барлығын бірге араластырамыз. Құрғақ ингредиенттердің түйіршіктеліп қалмас үшін араластырып аламыз. Сосын ақырындап отқа қоя бастаймыз. Сосын жаңағы қалған сүттің барлығын құйып, отта толықтай қайнатамыз. Отты қатты қоямыз, қайнағанша қасынан кетпейміз, өйткені крахмал қоюлана бастағанда кастрюльдің астына жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан толықтай қызығанша араластырып тұрамыз. Қайнап бастағанда отты орташа деңгейге қоямыз. Қараңыз, менде кішкене қоюлана бастады. Осы жерде тағы да бір айтатын кеңесім, егер сізде кукурузный крахмал болмаса, онда картофельный крахмалды қосуға сіздерге кеңес етпеймін. Кукурузный крахмалдың орнына сіздер жай ғана ұнды қоссаңыздар да болады. Бізде масса толықтай қоюланып бастағанда және көтеріліп бірінші шариктер шыға бастайды. Сол кезде отты өшіреміз, жақсылап араластырып тұрамыз. Енді бөлек ыдысқа ауыстырамыз, себебі жаңағы кастрюльдің ыстық болады, сондықтан оған суы қиынырақ болады. Бетін пакетикпен жауып қоямыз, суығанда түйіршіктеліп қалмас үшін кремнің беті ашық қалдырмаңыздар. Осы жерде бөлме температурасында сары майды шығарып қоямыз. Крем екеуі бір температурада болуы керек. Крем суығанша сары майда бөлме температурасына дейін жіби бастайды. Тез ерігенін қаласаңыз, майды кішкентай 4 бөлікке кесіп қойсаңыз болады. Енді маймен кремді біріктіреміз. Кремді қараңыздар, желе сияқты болып тұр. Миксерлегенде ыңғайлы болу үшін бірінші майдың жартысын саламыз, сосын жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл процесте менде шамамен бір 30 секундтай уақытым кетті. Бұл тез миксерленеді, себебі майдың ерігенімен жаңағы кремнің ерігені екеуі бір температурада болып тұрады. Сосын екінші кезекте қалған майды салып, жақсылап араластырамыз. Шет жақтарында қалған майларды араластырамыз. Осымен біздің креміміз дайын болды. Бұл крем әмбебап болып табылады, яғни универсальный крем болып табылады. Кез келген шоколадты торттарға үйлесе береді. Егер осы рецептте какао қолданбасаңыздар, онда сіздерде ақ түсті крем пайда болады. Солай да қолдануға болады. Менің каналыма жазылып, видео рецепттерімді ұнаса, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер сіз жаңа менің видеоларымды жіберіп алғыңыз келмесе, жазылу батырмасының жанындағы қоңырауды басып қойсаңыз болады. Жаңа рецепт шыққан кезде сізге бірден хабарлама келеді.